Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен қызылша туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қызылша амаранттар туысына жататын 1 жылдық, 2 жылдық немесе көп жылдық өсімдік. Қызылшаның ең танымал түрлері кәдімгі қызылша, қант қызылшасы және мал азық қызылшасы. Антарктикадан басқа барлық құрлықтарда кездеседі. Жер жаһанды өзінің қанық түсімен білдіріп жүретін, біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға ала алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді екен. Көп ғалымдар қызылшаның отаны Вавилон деген қорытынды жасап жатады. Аталған жазбада қызылша Сириядан әкелінген деп айтылады. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, А дәрумендерінің негізі, С, В1, В6, Е дәрумендері, фолий қышқылы бар. Күзгі ең пайдалы көкөністің бірі қызылша. Қызылша іш қату және басқа да ішектер проблемасы кезінде пайдалы. Қызылша шырынының емдік қасиеті орасан, ал дайындау 5-ақ минутты қажет етеді. Нәтижесінде тұла бойыңызда билеген аурудан әп-сәтте айығасыз. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан деседі. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісін шикілейде, пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер де, бүгінгінің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, ішекке, бауыр бүйрекке, несеп жолдарына ем. Қаназдық кезінде де ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стакан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қайталаңыз. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетін нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне 1 стакан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жақсарып жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем көрінеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржолата құтыласыз. Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілері біліне бастаса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауды әдетке айналдырыңыз. 7 күн үзбей ішіп, қайта тексеруден өтіңіз. Міне ғажап, өз көзіңізге өзіңіз сенбейсіз. Өйткені қызылша шырыны сіздегі онкологиялық клеткаларды қалпына келтіріп, аурудың алдын алады. Қызылша шырынының көмегімен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін аш қарынға 1-2 ас қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазарады. Достар, бүгінгі сіздерге дайындаған қызылша туралы пайдалы ақпаратым осымен тамам. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.